Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 7 сынып. Сабағымыздың тақырыбы көксерек әңгімесінің идеясы. Оқу мақсаты: шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау. Күтілетін нәтиже: шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазады. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдайды. Көксерек әңгімесіне Йожеф Торманның берген бағасы. Мұхтар Әуезовтің көксерек әңгімесі аңыз сияқты басталады да реалистік баяндау түрінде аяқталады. Әуезов өзінің көксерек әңгімесінде түрік аңыздарының ежелгі тақырыбын қозғаған. Автордың көксерек әңгімесі Абай жолы романымен бірге венгр тіліне аударылды. Көксерек әңгімесіне берілген қысқаша түсініктемелер. Көксерек повесі 1929 жылы жазылған, ал фильм 1974 жылы жарық көрген. Көксерек әңгімесі мажар, поляк, моңғол, неміс, эстон, голланд тілдеріне аударылған. Әуезовтің көксерек повесі өзінің проблематикалық өзектілігі жағынан, тақырыптық ерекшелігі жағынан бітімі бөлек шығарма. Әңгіме сол дәуірде үлкен бағыт алған адам, табиғат тақырыбына құрыла білген. Бұл расымен де ұзын сонар тақырып екені белгілі. Және де дәл сол шығармаларда оқу арқылы жазушы шабыт алғанын көреміз. Джек Лондонның Ақ азу романындағы көптеген детальдің көксеректе кездесуі кездейсоқтық емес. Қасқырдың өзінше ойлауы, өзіндік менінің болуы да дәл осы Ақ азудан алынған бөліктер еді. Шығарманың көркемдік деңгейі аса жоғары болмаса да, типтік образ жасау, қазақтың қарапайым қойшы баласын құрмашты жасауы үлкен құбылыс десек болады. Ал табиғаттың рөліне көшкен көксерекше. Көксерек десе, кез келген қазақтың тітіркенетінін, қозатынын жақсы білеміз. Мұндай ірі образ жасаудың өзі шеберлік. Шығарма тақырыбы мен тематикалық проблематикасы және оның қазақы таным ұғымға ыңғайлана құрылуы үлкен жетістік деп білеміз. Шығармада тек табиғат, адам қатынасы ғана емес, сонымен бірге әке мен баланың арасындағы текетірестің де, қас пен дұшпан арасындағы араздық та көрсетілген. Бұл үлкен адамзаттық мәселелер екен белгілі. Қасқырлардың өз ішінде бір-бірін жеп жатқанда, қасқырдың адамға шаппауы мүмкін емес. Құрмаш өзінің қас жауы қасқырды аяған үшін де құрбан болып кетті. Дұшпанға аяушылық білдіру керектігі де байқалады бұл жерде. Әкенің, яғни Құрмаштың ағасы Қасеннің де, әжесінің де ескертпелері еш әсер етпейді. Үлкендер қауымы мұның жаман іс екенін жақсы біледі, себебі шынайы өмірдің қандай екенін түсінген жандар. Ал Құрмаштың барлық адамға, көпшілікке қарсы келуінің өзі ажалға қарсы келу болатын. Соңында ажал құшады. Мұны шығарманы басынан бастап аңғаруға болады. Шығармада сонымен қатар Шыңғыстаудың табиғаты жақсы суреттелген. Әсіресе қасқыр мінезді бұл табиғаттың тылсым сипаты шығарманың көркемдік көрінісін одан әрі аша айшықтай түсті. Шығармада шындықта жазушы Мұхтардың өз өмірінен алынған, ал жазушының өмірдегі шындығы да дәл осы Шыңғыстауда болған оқиға болатын. Жазушының көксерек шығармасын ерекше шығармалар қатарына қоса отырып іргелі классикалық туынды ретінде қарастыруға болады. Бізге берілген кері байланыс тапсырмасы 16-шы тапсырма: берілген сұрақтарға жауап беріңдер. Бізге 4 сұрақ берілген, соларға жауап беру. Сұрақтар: көксеректі адамдар ауылға қайдан алып келді? Екі қасқырдың ініндегі күшіктерді адамдар қалай алды? Неге ауыл иттері оған өш болды? Екінші сұрақ: ауыл адамдары көксерек туралы қандай сөздер айтты? Ол сөздерді не себепті айтты? Үшінші сұрақ: көксерек ауылдан неше рет кетіп қалды? Соңғы кеткен кезінде табиғатта автор қалай суреттейді? Не себепті? Көксерек ауылға тыныштық бермей малдарын жеп кете береді. Төртінші сұрақ: Құрмашты көксерек таныды ма? Көксеректің Құрмашты өлтіруіне қандай оқиғалар себеп болды? Бізге берілген 34 сұрақ, осыған жауап жазу. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.